саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі кезекті сабағымыздың тақырыбы Қыпшақ хандығы. Оқу мақсатымыз Қыпшақтардың Еуразия тарихындағы алатын орнын анықтаймыз. Оқушылар, жалпы Қыпшақтардың этникалық құрамы екі бөліктен тұрады. Біріншісі Батыс бірлестігі, екіншісі Шығыс бірлестігі. Батыс бірлестігі 11 тайпадан тұрады, ал Шығыс бірлестігі 16 тайпадан тұрады. Жалпы 11 тайпадан тұрады, ол ел бөрілер, тоқсулар, дуруттар болатын болса, ал шығыс бөлігінде 16 тайпадан 8-і негізгі тайпа және 8 ұсақ тайпалардан бөлімшелерден тұратын болған. Ал ең беделдісі бөрілер болған. Қыпшақ хандары осы тайпалардан шығып отырған. Қыпшақтардың бірлестігіндегі түркі тілдес тайпалар. Олар қимақтар, оғыздар, құрмандар және ежелгі башқұрттар. Ал 11 ғасырдан бастап Арал маңындағы қаңлылар, қарлұқтар, жігілдер қосылған. Енді бұл тайпалардың барлығының тілі, діни нанымы, қоғамдық құрылысы, шаруашылығы жағынан бір-біріне ұқсас болып келген. Араб деректеріне қарағанда Қыпшақтар тарихи қалыптасқан көшу бағыттары болған. Олар Жем, Жайық, Есіл, Сарысу, Үстірт, Маңғыстау, Нұра, Тобыл, Қобда. Қандай жағдайлар әсер етті? Дешті Қыпшақ даласы туралы не білесің? Қыпшақтардың этникалық құрамы жайында қандай пікірлер бар? Қыпшақ саяси бірлестігінің ыдырауына не себеп болды? Енді осы сұрақтарға жауап берейік. Қыпшақ мемлекетінің құрылуына әсер еткен жағдайлар. Қазақ жерінде бір ғасырдан астам уақыт өмір сүрген Қимақ қағанаты құлап, саяси үстемдік сан жағынан көп тайпа саналған Қыпшақтардың қолына көшті. Енді Қыпшақтар 11 ғасырдың басында Оғыз мемлекетіндегі саяси дағдарысты шебер пайдаланып, Оғыздарды Сырдарияның орта ағысымен Арал, Каспий маңынан ығыстырды. Осылайша 11 ғасырдың ортасына қарай тек Жетісу өлкесі ғана Қыпшақтардың құрамына кірмеді. Қыпшақтар кейін шекарасын батысқа қарай созып, оңтүстік орыс далалары мен Қырымға дейінгі жерлерді басып алды. Сөйтіп, Донға дейінгі жерлерге өз билігін орнатты. Киев Русінің шекарасына барып орналасқан түркі тілді тайпалар орыс жылнамаларында половецтер деп аталды. Дешті Қыпшақ даласы. Араб деректерінде Алтай тауларынан Дунай өзеніне, Балқаш көлінен Қара теңіздің батыс жағына дейінгі аумақтар 11 ғасырдан бастап Дешті Қыпшақ немесе Қыпшақ даласы деп атала бастады. Бұл далада тек Қыпшақтар ғана емес, басқа да түркі тайпалары да тұрған. Қыпшақтар ең үлкен тайпа болғандықтан бұл аумақ Қыпшақ даласы деген атауға ие болды. Қыпшақтардың этникалық құрамы. Дешті Қыпшақ даласын мекендеген Қыпшақтар Еділ өзені бойымен Шығыс Қыпшақ және Батыс Қыпшақ болып екі этно аймаққа бөлінді. Шығыс Қыпшақтар немесе Қара Қыпшақтар бірлестігінің құрамында 16 тайпа болды. Бұл тайпаларды Елбөрі руынан шыққан хандар басқарды. Бұлар негізінен Қазақстан жерін мекендеді. Ал Қыпшақтардың Батыс бірлестігі Сары Қыпшақтар құрамында 11 тайпа болды. Бұл тайпаларды Тоқсоба әулеттік ру басқарды және Дунайдан Еділге дейінгі аумақты иеленді. Билік жүйесінде қатал тәртіп сақталды. Қыпшақ қоғамы жоғардан төмен қарай басқарылып, хандар және ақсүйектер, басқақтар, бектер, байлар, ру тайпа көсемдері болып жіктелді. Байлардың байлығы малмен өлшенді. Әсіресе жылқы байлықтың көзі болып есептелді. Қыпшақ саяси бірлестігінің ыдырауы. Көне түркі дәстүрін ұстанған Қыпшақ хандығы екі қанатқа бөлініп басқарылды. Оң қанат және сол қанат. Оң қанаттың яғни Батыс бірлестігінің ордасы Жайық өзенінің бойындағы Сарайшық қаласы. Сол қанат яғни Шығыс бірлестігінің орталығы Сығанақ қаласы болды. Қыпшақтардың күшеюінен сескенген Хорезм шахы түрлі әрекеттер арқылы хандықты әлсіретуге тырысты. 13 ғасырдың басында Хорезм шахы Мұхаммед
Қыпшақ билеушілері арасындағы алауыздықты пайдаланып, Сығанақ қаласын басып алып, қыпшақтарды солтүстікке ығыстырды. Сыр бойы қалалары үшін қыпшақтар мен Хорезм шахы арасында қақтығыстар жиі болды. Бұл қақтығыстар Қазақстан жеріне моңғол әскерлері басып кіргенше жалғаса берді. Қыпшақ қауымының ішіне кірген ру тайпалар моңғол шапқыншылығынан кейін 15 ғасырда тарих сахнасына қазақ атауымен қайта шықты. Олар ежелден сыр бойын мекендеген тайпалармен қосылып, қазақ хандығын құрды. Оқушылар, видеороликті тамашалап болсаңыздар, қыпшақтардың әскери басқару жүйесі екіге бөлінгендігін білетін боламыз. Ол оң қанат және сол қанат болып екіге бөлінген. Оң қанаттың күші және беделі басым болған. Орталығы Жайық өзенінің бойындағы Сарайшық қаласы болған. Ал сол қанаттың орталығы Сырдария өзенінің бойындағы Сығанақ қаласы болған. Бұл екі қанатқа бөліну себебі мемлекетті мызғытпай ұстап отыру үшін жасалған еді. Енді одан кейінгі осы қыпшақтардың ақсүйек шонжарларға бөлінген, яғни сатыға бөлінген. Ең жоғарғы сатыда бізде хан отырған. Одан кейін тархандар, басқақтар, бектер, байлар, ру көсем тайпалары болған. Және де қарапайым бұқара халықтың малы жоқ кедейлер болған. Одан кейінгі бізде білетініміз, яғни қыпшақтардың шаруашылығы. Негізінен қыпшақтар мал шаруашылығымен айналысқан. Төрт түлігі және тұрмыстық кәсіп болған. Қолөнер, зергерлік, аң аулау шаруашылығы және егін шаруашылықтарымен айналысып отырған. Оқушылар, енді бүгінгі бірінші тапсырмада біздер термен сөздермен жұмыс жасайтын боламыз. Мына жерде сіздерде термен сөздіктер берілген, екінші бағанға мағынасын жазатын боласыздар. Термен сөздіктерде половецтер, командар, елбөрілер, тархандар, басқақтар және бектер берілген. Сол сөздердің мағынасын жазып, екінші бағанға жазып кететін боласыздар. Оқушылар, үйге тапсырма Қыпшақ хандығы назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.